Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба? Отыра қояйық. Сыныпта кім кезекші? Мен кезекші класста бәрі түгел. Рахмет, отыра қой. Жақсы балалар, барлығымыз ортаға шыға қояйық. Дөңгеленіп тұра қояйық. Балалар, мен сіздермен бүгін психологиялық тренинг ретінде біз ұқсаспыз деген тренинг ойнағым келіп тұр. Енді біз баршамызда бір сыныпта оқимыз. Барлығымызда адамбыз. Бір отбасының әлпеште отырған ұлы мен қызымыз. Сондықтан біздің бір-бірімізге ұқсайтын қасиеттеріміз бар. Мысалы, біз Бимырза екеуміз ұқсаспыз. Себебі екеумізде адам баласымыз. Біз Айгерім екеуміз ұқсаспыз, өткені бір класста оқимыз. Біз Мадина екеуміз ұқсаспыз, өткені екеумізде қызбыз. Біз Нәби екеуміз ұқсаспыз, өткені біз доспыз. Біз Гүлсезім екеуміз ұқсаспыз, себебі шашымыз ұзын. Біз Болатбек екеуміз ұқсаспыз, себебі екеуміз ақ көңілміз. Biz Ayşe ekimiz ıxsaspız, sebebin çarşımız bizi. Апа екеуміз ұқсаспыз, апа екеуміз де сармыз. Рахмет. Біз сонда бір-бірімізге ұқсас екенбізді, осылай бір-бірімізге ұқсас болып, тату тәтті болып, бір сыныпта білім алып жүре берейік. Рахмет. Баршаңызға да бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Енді біздер өткен сабақта қандай тақырып өттік? Кім айтады? Гүлсезім. Біз өткен сабақта дәрумендердің пайдасын өттік. Рахмет. Өткен сабақта біз дәрумендердің пайдасы деген тақырып өттік. Бұл тақырыпта біздер дәруменнің адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін, осы дәрумендер арқылы біздердің күнделікті ішіп жүрген тамағымыз, пайдаланып жүрген заттарымыз, әртүрлі дәрі-дәрмектер осы әртүрлі дәрумендердің түрлерінен тұрады. Дәрумендердің адамға пайдасы өте зор. Өткен сабақта мен сіздерге осы дәрумендердің пайдасына байланысты сұрақтар бердім. Кім айтты сұрақтың жауабын? Мадина, қандай сұрақ бердім мен? Дәрумен дегеніміз не? Дәрумен дегеніміз не? Тыңдай қояйық. Дәрумен дегеніміз адам мен жануарлардың тіршілігіне олардың ағзасындағы зат алмасудың бір қалыпты болуы үшін өз мөлшерінде өте қажетті биологиялық активті органикалық қоспалар. Рахмет. Екінші сұрақ қандай болып еді бізде? Нармен? Дәруменнің қандай пайдасы бар? Дәруменнің адам ағзасына қандай пайдасы бар? Нармен оқиғы? Дәрумендердің біздің организмдегі мүшелердің қалпына жұмыс істетуіне көмек береді. Рахмет. Тағы қандай сұрақ берілмек? Гүлсезім? Дәруменнің қандай түрлері бар? Дәрумендердің көп түрлері бар. Мысалы, А, Б, С, В1 деген сияқты. Үшінші сұрақ. Болатбек? Үшінші сұрақ адамның ағзасында қандай дәрумендер болады? Адамның ағзасында кальций, калий деген сияқты дәрумендер бар. Рахмет. Баршамызда осы сұрақтарға жауап беріп келдік. Бимырза, сенің сұрағың? Жарайсың. Айгерім, сұраққа жауап беріп келдің? Дәрумендердің адам ағзасына пайдасы. Рахмет. Мадина жазған. Гүлсезім. Рахмет. Болатбек жазған. Рахмет. Арсен жазып келген. Жақсы. Барлығымызды да үй тапсырмасын орындаппыз. Енді мен сіздерге дәптерлеріңізді ашыңыздар. Енді бүгін жаңа тақырып өтеміз. Бүгін жаза қойық. Наурыздың
екісі сүт тағамдары. Сүт тағамдары. Кітабымыздағы 137-ші бетті ашайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сүт тағамдары. Енді жаңа сабақты бастамас бұрын мен сіздерге мынандай ұйқасын тап деген ойын ойнағым келіп отыр. Қарай, мал төлдеді апамыз, пісірді дәмді сары. Мал төлдегенде аналарымыз не пісіреді? Мал төлдеді апамыз, пісірді дәмді сары. Қимақ. Жоқ. Уыз, дұрыс айтасың, уыз. Мал төлдегенде ең бірінші сүтін бізде уыз деп айтады. Тойларда шашатын сарт-сұрт, қатты әрі дәмді тағам. Сүт тағамдарына байланысты. Қор, дұрыс айтасың. Жүгіретін қуанып, бала біткен аңыздап. Қандай тәтті? Сүт тағамдарына байланысты. Ірімшік. Әппақ су, қышқыл, дәмі маңыз, сабада піседі. Шұбат. Дертке дауа шипалы, дәруменді күш қуат. Босқа құртпай жүйкені, ауылға бар, іш. Жоқ. Іш. Дертке дауа шипалы, түйенің. Шұбат, дұрыс. Бізде қазақта мынандай нақыл сөз бар. Дертке дауа шипалы, дәруменді күш қуат. Босқа құртпай жүйкені, ауылға бар, іш бар. Бөпем қандай қою сүт деп болдырдан, қарасам ол кәдімгі көже, дұрыс айтасың. Жақсы. Енді бізде сүт тағамдары бүгінгі бізде тақырып. Сүт 4 түлік малдың төлдегеннен соң сауылатын өнім. 4 түлік малдан әртүрлі сүт өндіріледі. Мысалы, түйеден шұбат аламыз да. Шұбаттың адам денсаулығына пайдасы бар ма? Ішесіздер ме? Ішіп көрдіңіздер да барлығыңызда. Биеден қымыз, сиырдан сүт, қойдан қоймалжың, ешкіден сүт алынады. Осы барлық 4 түлік малдан алынатын сүт өнімдерінің адамның денсаулығына пайдасы өте зор. Міне алдарыңызда 4 түлік мал: ешкі, қой, жылқы, түйе, сиыр. Барлығымызда осы 4 түлік малдың сүт өнімдерін ішті. Енді осы сүт тағамдарының құрамындағы дәрумендер, өткен сабақтағы өткен қандай дәрумендер бар екен? Болатбек оқи қойшы. Дәрумені адам ағзасының дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін және көз қырағылығын арттырады. Адамның көз көруін, көргіштігінде, мысалы біздің көзіміздің көруіне дәруменнің пайдасы өте зор. Бұл сүттің ішінде бар. Екінші дәрумені Гүлсезім. Сүйек ұлпасының мықты болуына әсер етеді. Жас балаларды мешел ауруларынан сақтайды. Рахмет. Келесі бобыр дәрумені. Нармел. Адам ағзасына күш қуат береді, жүйке жүйесінің дұрыс қалыптасуын және ас қорыту процестерін жақсартады, да? Адамның ас қорыту процесін біз әрқашанда сүт ішіп тұруымыз керек. Сіздер ішесіздер ме сүт? Қай уақытта ішесіздер? Тек таңертең. Шай ішкенде шайға араластырып ішесіздер, да? Біздер мына
төрт түлік мал, үйде мал болатын болса, сол төрт түлік малдың сүтін пісірген бойда ысылай ішуіміз керек. Мысалы, шұбатты ішіп тұруымыз керек. Біздер көбінесе ауырған кезде шұбатты ішеміз де, ал былай кезде ішпей қаламыз да, біздер әрқашанда осы сүтті ішіп тұруымыз керек. Сол кезде осы витаминдердің пайдасы өте зор. Келесі, В6 дәрумені осы сүтте бар екен. Кім? Арсен оқи ғой. В6 дәрумені. В6 дәрумені балалардың бойын өсіру әсер ететін қан мөлшерін реттейді да. Сонда В6 дәрумені баланың бойының өсуіне әсер етеді екен. Егер біздің бойымыз кішкентай болатын болса, бойымыз өссін деп, сонда не ішуіміз керек екен? Сүт ішуіміз керек екен. Кейбір адамдарға дейді, сүт ішу жақпайды. Да? Болады ондай. Олардың іші бұзылып ауырады дейді. Сондықтан да дейді, адам осы сүтті ішекте бөлінбей ағзашын улы затқа айналады. Сондықтан сүт жақпайтын адамдарға жаңағы оның ұйытылған түрлері. Ұйытылған түрлері қандай? Сүттен. піскен Ірімшік, құрт, сосын майында, сосын қаймақ, осы сүт өнімдерін, егер сенің ішіне сүт жақпайтын болса, егер сен сүт іше алмайтын болса, жаңағы сүттен шыққан, сүттен өндірілетін тағамдарды пайдалануың керек. Сонда осы сүт өнімдерінен шыққан өнімдерді пайдаланатын болса, осындай дәрумендер бойында болады. Жаңа сабаққа түсіндіңіз ба балалар? Сүт тағамдары да, сүт тағамдарының бізге пайдасы. Міне, қазіргі өндіріс салаларында сүттен дайындалатын өнімдер өте көп. Біздің ішіп отырған үйдегі сүтіміз, айранымыз, қаймағымыз барлығы да Қазақстанда дайындалады. Сүт тез бұзылатын тағамда, сондықтан біз оны қайнатып пісіріп ішуіміз керек екен. Сүт жаңағы біздер үйдегі төрт түлік малдың сүтін ішетін болса, оны ысылай пісіріп ішеміз. Ал енді зауыттардан шыққан сүт өнімдерін пайдаланатын болса, оларды біз 80-85 градусқа дейін жаңағы қыздырып ішуіміз керек. Енді балалар, кітаптарыңыздағы 5-ші тапсырманы орындай қойыңызшы. 5-ші тапсырманы. Қарайтшы, не істеу керек? Біздерге кесте берілген да, сол кестені жаңағы ақпараттарды реттей отырып, сұрақтарға жауап беруіміз керек екен. Бұдан жазыла қойып, дәптерімізге. Жаза қойып. Сезім, бірінші сүт дегенде, сүт тағамның атауы. Екінші, оның құрамындағы дәрумендер. Сүттің құрамында қандай дәрумендер бар екен? Минералды тұздар, ақуыз, көміртегі. Сонда сүттің құрамында ақуыз, май, көміртегі, минералды тұздар бар екен. Екінші, Нәрмен, сүттің, қандай сұрағы? Оның адам денсаулығына тигізетін пайдасы. Сүттің адам денсаулығына қандай пайдасы бар екен? Сүттің құрамында баланың сүйектері өнімсінің қалыптасуына әсер ететін кальций және фосфор бар. А дәрумені баланың бойын өсуіне және көзі мен терісіне пайдалы. Келесі
Мадина? Оның адамның денсаулығына тигізетін зияны. Сүттің негізгі компонентінің лактозасы құрайды. Сүт асқазанның күйігін туғызады. Ағзаның қабуына әсер етеді, ағзамызда қышқыл ортаны құрайды.